Құрметті өмірден алынған каналының оқырмандары, менің каналыма қош келдіңіздер. Әңгімені соңына дейін тыңдап, менің каналыма жазылуды ұмытпаймыз. Киіз үйдің киесі. Менің балалық шағым киіз үйде өтті. Ол кездерде біз қалада емес, ауылдың кең даласында өмір сүрдік. Әкем мен анам мал бағып, тіршілігімізді табиғаттың қақ ортасында өткіздік. Үлкендер қазақтың жан дүниесі киіз үйде туған деп жиі айтатын. Мен сол сөздің мәнін уақыт өткен сайын тереңірек түсіне бастадым. Киіз үйдің ішіндегі өмір өте қызық болатын. Күн сайын таң атқанда құстардың дауысын естіп, таза ауамен тыныстап оянатынмын. Үйдің ішіндегі заттардың барлығы өз орнында болатын. Төрде әкемнің ер-тоқымы, қабырғада әжемнің қолымен тіккен ою-өрнекті кілемдер, ал үйдің дәл ортасында сол оттың жылуы барлығымызды бір жерге жинап, үлкен дастарханның басында әңгіме айтқызатын. Жазғы түндерде киіз үйдің шаңырағынан жұлдыздарға қарап ұйықтайтынмын. Аспан әлемі сол кезде ерекше жақын, әрі түсініксіз сырлы болатын. Әкем маған сол жұлдыздардың әрқайсысының өз атауы мен тарихы бар екенін айтып, дала заңдарын үйрететін. Бұл мен үшін нағыз еркіндікпен, табиғатпен тығыз байланыстың белгісі еді. Киіз үйде өмір сүрудің өзіне тән қиындықтары да болды. Қысқы аяздарда суық жел есіп, таңертең шымылдықтың астынан суық енетін кездер де болатын. Бірақ сол сәттердің өзі ерекше бір жылулықты сезінуге мүмкіндік беретін. Әжем жылы көрпелерін жайып, шайдың буын шығарып, бізді жылытатын. Біз үшін киіз үй тек баспана емес, ата-баба рухы мен қазағы дәстүрдің ошағы болғанын кеш ұқтым. Есейген шақта қалаға деген құмарлық менің ойымды жаулап алды. Киіз үйдің қарапайым өмірінен алыстап, төрт қабырғаға қамалғандай болсам да, сол заманда бәрі басқаша көрінді. Туыстарымыз бас қосқан кезде қала жайлы әңгімелер айтылып, бәрі сол жаққа ұмтылатын. Біздің ауылдағы өмірдің қарапайымдылығы мен тіпті артта қалғандай сезілетін еді. Әке-шешемнің қалада не бар? Шулы көше, адамның көптігімен арпалысқан тіршілік, одан қандай тыныштық табасың деген сөздерін тыңдағымда келмейтін. Қалаға барып, жаңа өмірді бастау үшін шыдамсызданып жүрдім. Алматы сол уақытта енді бой көтеріп, жаңа құрылыстар салынуда еді. Қалаға алғаш келгенде, биік ғимараттар мен кең көшелер көзіме үлкен жетістік секілді көрінді. Жылтыр дүкендер, шулы базарлар, көліктердің, осының бәрі мені бір сиқырлы әлемге кіргендей әсерге бөледі. Қалада бәрі мүмкін, бәрі қолжетімді сияқты сезілді. Киіз үйдегі қарапайым тұрмыс пен ауылдағы тыныштық маған ескірген дәстүрдей көрінді. Бірақ уақыт өте келе, қала өмірінің басқа қырлары ашыла бастады. Дәл сол шулы көшелер мен көпшілік мені қылмыс әлемінен бір-ақ шығарды. Бандалар тобына қосылдым. Басқа таңдау болмады бұл жақта. Мен ойладым ғой, қалаға келіп байып кетемін деп. Ауылдан алшақтап, үлкен қалаға қадам басқан сәттен бастап өмірім күрт өзгерді. Алғашында бәрі еркіндік, күштілік секілді көрінген. Қаладағы бандалық өмірдің өзін ерліктің, жігіттің абыройлы ісі деп ойлаппын. Жас болғасын, көп нәрсені тереңнен түсінбей, жеңіл ойлайтынбыз. Біреуді тонап кету, ұрып жіберу сол уақытта ерліктің белгісі сияқты еді. Өзімді басқалардан жоғары, мықты сезіндім. Бірақ бұл шынайы емес, уақытша үстемдік екен. Бір күні сол абайсыздықтың кесірінен үлкен қателікке жол бердім. Төбелес кезінде жас баланың өмірі менің қолымнан қиылды. Баланың басы темірге соғылып, сол жерде жан тапсырды. Қолым дірілдеп, жүрегім дүрсілдеп тұрды. Сол бір сәт өмірімді түбегейлі өзгертті. Жасамақ болған ерліктің орнына өкініш пен қорқыныш пайда болды. Біреудің өмірін еріксіз қиғанымды түсінгенде, санаңа ауыр жүк түседі. Абақтыға түскенде өмірімнің мүлдем басқа беті ашылды. Ол жерге тек мен сияқты адамдар емес, өмірден түңілген, бар үмітінен айырылған адамдар жиналған еді. Олардың өмірінде жарық сәуле болмағандықтан ашулы, қатыгез, ештеңеден қорықпайтын күйде болатын. Менің де мінезім соларға ұқсап өзгере бастады. Ішімде ашу мен өкініш кернеген сайын, өзімді жоғалтып бара жатқанымды сезіндім. Тек сол ортада ғана өмірді тереңірек түсініп, адам тағдырының қаншалықты нәзік екенін ұғындым. Абақтыда өткен әр күнім, әр сағатым маған ойлануға, істеген ісімнің қаншалықты ауыр екенін түсінуге мәжбүр етті.
Өзімді жазғырып, неге мұндай жолға түстім деп ойланатымын. Бірақ өкініштің бәрі кеш болған еді. Абақтыдан шығатын күн жақындағанда анамның бұл дүниеде жоқ екенін есту мен үшін ауыр соққы болды. Өмірдің ең қатал сынағы сол кезде басталғандай еді. Абақтыда өткен 25 жыл тек темір тордың ар жағында емес, жүрегімдегі ауыр түнектің ішінде өмір сүргендей болдым. Анам мен үшін көп нәрсені құрбан еткенін, мені ойлап күндіз-түні уайымдап жүріп, ақыр соңында сол қайғыны көтере алмай, бұл өмірден өткенін сездім. Менің қай жолға түскенімді көріп, ақыры ұлына деген ауыр уайым оны алып кеткен екен. Абақтыда тыныш жүрудің өзі мүмкін емес еді. Жаныңдағылар сенімен тыныштықта өмір сүруге жол бермейтін. Өмірдің ең қиын сәттерін сол темір тордың ішінде өткердім. Ашу, өкініш, қайғы бәрі бір жерге жиналып, ішкі дүниемді тесіп жатты. Жазамды өтеу кезінде бірнеше мәрте тағы да заңды бұзып, жылдарым үсті-үстіне қосылып жатты. Тұтас 25 жыл өмірім тар қапаста өтті. Бостандыққа шыққан күнімде анамның мазарына баруым қажет екенін бірінші ойладым. Анамның қабіріне келіп қара жерді құшып солқылдап жыладым. Сол сәтте өзімнің кешігіп түсінгеніме, анамды тірі кезінде қуанта алмағаныма өкінішімді білдірдім. Қара жерді құшып, жүрегімдегі бар ауыртпалықты сол жерге төктім. Өткен өмірімде жасаған қателіктерімнің салмағы сол сәтте барынша сезілді. Анама айтылмаған сөздер, көрсетілмеген құрмет, бағаланбаған махаббат, бәрі мені езгіге салды. Жүрегімде әлі де тыртық қалды, бірақ анамның рухы мені кешіріп қайтадан дұрыс жолға түсуіме демеу болар деген үміт болды. Түрмеден оралғанымда мені әкем мен бауырларым қабылдаса да, олардың көздерінде мені қабылдай алмайтындай бір қорқыныш сезімі бар еді. Қанша жерден жақын туыстарым болса да, түрме көрген адамға деген сенімсіздікпен абай болу ниеттері сезілетін. Бауырларымның әйелдері, яғни келіндерім де маған суық қабақпен қарайтын. Жүректеріндегі күмән мен сенімсіздік олардың көзқарастарынан, қимылдарынан аңғарылып тұрды. Көп ұзамай сол күмән тілге айналып, келіндерім мен туралы жаман пікірлерін мен еститіндей ашық айта бастады. Олардың дауыс көтерген сөздерін естігенде жүрегіме шаншу қадалғандай болды. Бұрынғы қателіктерім менің қазіргі өміріме де көлеңке түсіргенін түсіндім. Әкем болса қауқарсыз, кәрілік жеткен, үнсіз ғана маған қарап отыратын. Бір күн әкемнен: "Киіз үй қайда? Ем болмаса киіз үйдің сүйегін болса да беріңдерші", деп өтіндім. Анам қайтқалы бері жайлауда тастап кеткен киіз үйдің орнында енді ештеңе қалмағанын түсіндім. Отбасым ауылдан үлкен үй салыпты. Бауырларым есейіп сол жаңа үйде тұрып жатқан екен. Бұрынғы киіз үйде мал бағып өмір сүретін дәстүр әлдеқашан ұмыт болған. Бәрі өзгеріп кеткен. Қазіргі заманның талабына сай өмір сүріп жатқанын көріп, менің жастық шағымдағы қарапайым өмірдің орнын басқа, дүниелер басқанын түсіндім. Киіз үйді іздегенім тек ескі үйді сағыну ғана емес, өткен өмірге, балалық шаққа, адами қарапайымдылыққа, анамның жылы құшағына деген сағыныш еді. Ол кездерде біз бірге болатынбыз, өмірдің мәні басқа еді. Ал қазір мен өзімді қоғамнан және отбасымнан алшақ қалғандай сезіндім. Өткен өмірдің қиындығы мен қателіктері мені осындай жалғыздыққа келіп соққандай еді. Үйде қоқыс, темір тесек жинайтын ескі сарайдың қуысынан тесілген киіз үйдің сүйектерін тауып алған сәтте, менің ішімде бір үлкен қуаныш пайда болды. Сол бір киіз үйдің сүйектерімен жабулары мен үшін өткен өмірге, ата-бабамыздың салтына, әрі ата-анамның жылы құшағына қайта оралудың символы сияқты еді. Дереу оларды шығарып алып, бауырларыма: "Баяғы біз тұрған жайлауға көшемін. Сол жерге мына киіз үйді апарып құрып беріңдер. Менің орным сол жақ", деп айттым. Бауырларым менің бұл шешімімді түсінгендей болды. Олардың жүздерінен жеңілдікпен қуанғанын байқадым. Бәрі тез-тез жиналып, ескі киіз үйдің бөлшектерін көліктеріне салып, жолға шығып кетті. Менің қайтқанымда ғана бәрі тынышталып, ескі өмірге қайта оралатындай көрінді. Бәрінен де әкем қатты қуанды. Ол менің бұл шешімімнің дұрыс екенін түсініп, жанымда бірге болғысы келетінін білдірді. Жүзіндегі жылулық пен мейірімділік мені таңдандырды. Анамнан айырылсам да, әкем мені жалғыз тастамайтынын көрдім. Әкем мәсісі мен шапанын жинастырып жүріп, қатты қуанышпен:
«Әй бала, мен де сенімен бірге тұрамын», деп айтты. Әкемнің бұл сөзі мен үшін үлкен демеу болды. Ол мені ешқашан тастамағанын, қандай жағдай болса да жанымда болғанын түсіндім. Екеуміз баяғы жайлауға қайта оралып, сол жерде өзімізге тән тыныштық табарымызға сенімді болдым. Киіз үйдің әрбір сүйегі, оның жайлылығы мен қарапайымдылығы мені өмірімнің қайта басталуына үміттендірді. Көп ұзамай киіз үйді өзімізге пана қылдық. Сол ескі үйдің сүйектері мен жабулары арқылы бізге жаңа өмір басталғандай болды. Туыстар мен бауырларым әр келген сайын барымызды түгендеп, киіз үйімізді қайтадан баяғы өз үйіміздей жып-жылы етіп берді. Әр бұрышына жан жылуын қосып, барлығын жинақтап, ретке келтіріп отырды. Киіз үйде өткен әрбір күн мен үшін ерекше, себебі оның әрбір бөлшегінде балалық шағым, ата-анамның махаббаты мен жылылығы сақталғандай болды. Әкем екеуміз талай түндерді сырласумен өткіздік. Есімде, ұзақ түндерде әкем маған өмірден түйгендерін айтып, өткенді еске алатынбыз. Оның әңгімелері мен үшін нағыз өмір сабағы болды. Әкем менің жалғыз сырласым, мұңдасым еді. Оның қасында болған әр сәт мен үшін ерекше құнды болатын. Сол киіз үйдің ішінде біз тек әке мен бала емес, өмірдің ащысы мен тұщысын бірге көрген жақын адамдардай болдық. Әкемнің әрбір сөзі жанымды жылтып, мені бұрынғы қателіктерімнен, өкініштерімнен арылуға жетеледі. Өкінішке орай, әкемнің соңғы жылдары сол киіз үйде өтті. Ол өмірден озған кезде мен оны қимай, ауыр сезіммен соңғы сапарына шығарып салдым. Жалғыз сырласым, мұңдасым менің әкем еді. Оның өмірі мен үшін үлкен сабақ болды. Әкемді жер қойнына тапсырып, оның орнын ешкім баса алмасын түсіндім. Киіз үйдегі өткен күндер мен әкеммен болған әңгімелер жүрегімде мәңгілікке сақталып қалды. Әкесі өмірден өткелі бұл адамды бауырлары іздеуді тоқтатты. Олардың барлығы тек әкесінің қадірі үшін келетінін ол кейін түсінді. Енді жалғыз өзі үшін өмір сүру керектігін сезінді. Уақыт өткен сайын іші пысып ойға бататын болды. Табиғаттың қойнауында тау бөктерін аралап, аң аулап, балық аулап күнін көріп жүрді. Өмірдің тыныштығы мен жалғыздығы оны ойға жетеледі, бірақ жан дүниесі әлі де бос сияқты. Бірде жолаушылап жүрген екі кісі оның киіз үйіне аяқ басты. Олардың бірі намаз оқитын адам болып шықты. Бұл адам үшін намаз оқитын кісінің тыныштығы мен сабырлығы ерекше бір қызығушылық тудырды. Ол сол кісіден намаз оқуды үйреніп, біртіндеп өзі де намазға жығылды. Осы бір рухани жолға түсу оның өмірін жаңа арнаға бұрды. Осылайша адамдар арасында жайлауда тұратын Сопы деген атаққа ие болды. Ол ақсақал болғанша сол киіз үйде өмір сүрді. Өмірінің әр сәтін жалғыздық пен тыныштықта өткізіп, рухани байып, өзімен өзі қалып, көп нәрсені ой елегінен өткізді. Қартайып өмірінің соңына жақындағанда ғана бауырлары оны іздеп келді. Бауырларының қасында сол ескі киіз үйде жан тапсыру оның ең үлкен арманы еді. Ол осы арманын өмір бойы айтып жүрді, ақыры сол арманы орындалып, соңғы күндерін бауырларының жанында өткізді. Киіз үйдің өзі өмірінің бір бөлшегі еді. Ол киіз үймен бірге рухани тыныштықты, өткенді еске алу мен болашақты күтуді үйренді. Бірақ қазір сол киіз үй қайда кеткені белгісіз. Тек сол ескі үйдің ішінде өткен өмір естеліктер ғана қалды. Ол киіз үйдің тағдыры белгісіз болса да, оның рухани мұрасы мен өмірлік сабағы ешқашан ұмытылмайды.